Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Госзакуп саласында көбісі андай білет, бірақ біле тұра бір байқамай қалады ғой андай. Сондай ошибкалар көп байқаймын негізі. Енді кезінде менде де болған негізі. Мүмкін әлі де может арасында байқамай қалып жатырмын ба, бірақ кім білсін, жалпы енді бұрындары сонда көп болды. Қазір де мысалы байқаймын адамдардан. Көбісі мысалға план салған кезде срок поставки мысалға товар болса, после подписания договора в течение 15 календарных дней деген негізі заң жүзінде солай. Яғни қазақша, орысшасын жазасыздар. Кейбіреулер мысалға 20 рабочий дней, 20 календарный дней деп қояды. Немесе 10 күн деп қояды. 10 күн болса вообще нарушение. Енді мысалға кейбір договорларында 20 календарный дней деп қояды. Біреулерінде 20 рабочий день деп қояды да, сосын жаңа жүреді. Ана договорда 20 күн бүйтіп есептейді. Ана договорда 15 күн бүйтіп. Өздері жаңағыда ми ашып жүрген адамдар. Енді бухгалтерия жұмысы оңай емес қой енді. Есеппен, баспен жүргендіктен ол әшейін бір дүкенге барып сауда жасай салатын нәрсе емес та мысалға. Жоқ, картошканы алмаймын мен мысалға. Морковь аламын, жоқ, мен мороженое қосып аламын, кока-кола аламын дейтіндей нәрсе емес та ол. Бұл жерде ертең жауапкершілік бар болатын жерде енді мұқият болу керек енді. Мен де өзім де мұқият болуға тырысамын. Мына жерде мысалға 15 календар не болады. Сосын мысалға договор күшіне енген күннен бастап, мысалға 1 мартта күшіне енді ма, мысалға 15 күн есептеп жүресіз. Мысалға 1 февральда, 10 февральда мысалға күшіне енді дейсіз мысалға. Екі жақтан қол қойып, 10 февральда күшіне енсе, уже 10 февральдан бастап есептеп жүресіз, уже 25 февраль деп. Ана договор 25 февральда бітеді срогы. Так, анаусы 12 февральда күшіне енді, анау 27 февральда күшіне бітеді. Уже жаңағыдай согласование хат жазу керек, деген сияқты пеня есептеу керек, жаңағыдай сотқа беремін деп звондау керек, деген сияқты айту керек, жазу керек, деген сияқты уже ойда жүреді да. Сосын кейбір жағдайларда мысалға қайсы еді? Услугтарда да кейде мысалы майда неде ойнатады да, мысалға уже 149-да ойнап тастағаннан услугтарға да көбіне мән бермей жатады. Ол да 15 календарь деп қояды. Бірақ жаңа услугты бір айдың ішінде бітіру мүмкін. Оған пеня есептемей қалады. Егер услуг болса, мысалға мына жерде жазу керек, мысалға май, июнь месяц деп мысалға. Немесе после подписания 30 календарь, немесе болса 15 календарь деп осыны есептеу керек. Енді ценовка шыққасын қатысқан адам енді оны көрді ғой. Соған енді қарау керек. Жалпы осындайдан ошибка болады. Сосын тағы бір несі. Мысалға бумага бірдеңелер ойнатқан кезде бумага А4 белая дейді да, и ойнатып жүреді мысалға. Ол сізге бумага А4 белая алып келуі мүмкін, бірақ пачкаде 10 пачка алып келуі мүмкін. Сіз оны ертең сотқа бергенде доказать ете алмайсыз. Самое главное, А4 ма А4, бумага ма бумага, аппақ па аппақ болды мысалға. Оның жаңа бумаганың өзінің шамалы несі бар ғой, кішкене теххарактеристикасы. Оны Google'дан қарасаңыздар көресіздер ғой. Соны қалашаға, орысшаға енді жазған абзалдар ішінде мысалға бумага А4 болса 500 листов мысалға, 500 лист. Именно ақ керек па, белый деп жазасыз мысалға. Өзінің жаңағыда өздерінің бір зерттеулері бойынша нелері бар жаңағыдай. Ақтығы белгілесі осындай процент, оны сіздер Google'дан қарап аласыздар жалпы. Жалпы бұл жерде сізге А4 керек болса, А4 жаңағыдай. Бір пачкаде 500 листов дейсіз мысалға. Сосын одна пачка 200 пачка. 200 пачка алып келеді сізге. Мысалға деп көрсетіп жатқаным. Және әрбір теххарактеристикада қазақша, орысша жазу керек. Туалетный бумага тоже солай. Туалетный бумаганы жазасыздар. Және мен кейбір жерлерде мысалға қарап көрдім. Мына енді біз ойнататын кезде тоже зерттейміз ғой. Сол зерттеген кезде бір организацияның аты жөнін өшіріп тастадым. Заказчик деген кезде заказчиктің атын өшіріп тастадым. Жалпы осындай теххарактеристика тіркеген кезде
заказчиктің мекен жайы, аты, адресі енді болу керек тек характеристика бойынша. Және орысша, қазақша техникалық сипаттамасы болу керек. Мен енді ол заказчикті өшіріп тастадым, бірақ мына жерде срок оказания услуг 10 календарных дней с даты вступления в договор в силу дейді да. Бұл вообще нарушение. 100% нарушение бұл. Бұл кем дегенде 15 календарный не болу керек та мына жерде. Енді ол проверкеден неден қалай өтіп жатқандарын білмеймін. Жалпы енді сіздерден енді ошибка жасамасын деген мақсатта енді айтып жатырмын. Өзімнің де білгенім біреу білмегені мың дей ма, бір сондай мақал бар ғой. Сондай сияқты ғой, жалпы өзім білгеніме бөлісіп жатырмын. Мысалға қазақшасында да мысалға 10 күн деп қойған мысалға. Бұл дұрыс емес мысалға. Сосын жалпы кейбір спецификацияда мысалға январда ойнатады, кейбір услугтарды, тауарларды алады да мысалға до 31 декабря 2026 деп қояды мысалға. И сіз ертең мысалға ол принципке келіп, ол поставщик ертең январь-февральда сізге поставка жасамауы мүмкін, немесе келмеуі мүмкін. Ал сіз сотқа бересіз, сотқа берген жағдайда енді оның жолын әрмен қылсын әрине. Сіз ұтып қаласыз негізі. Себебі көбісі тек характеристика жазған кезде мына жерде мысалға срок оказания деген кезде до 31 декабря 2026 деп қояды мысалға. Ол айтады, жоқ, мен қазір ноябрьде келем, ноябрьде істеп берем, ноябрьде тауар жеткізіп берем, или услуг жасап берем дейді мысалға. Бұл жерде яғни келісім шартқа қол қойған күннен бастап 31 декабрьге дейін деген сияқты сондай сөз жазу керек желательно. Немесе мынандай январь, декабрь деген сияқты мынандай жазу керек қазақша орысшасына да. Көп характеристиканы қарадым, көбісі жаңа до 31 декабрь деп қойған. Қайта поставщиктер ол январь-февральда келіп қызмет атқарып жатыр. Ол сол қызмет атқарғасын, ол жаңағыдай заказчиктің басына түспегесін, ол қайттан сол тек характеристиканы прошлогодний тек характеристиканы алды да қайттан өзгертті да ойнатып жіберді мысалға. Ал негізі басына түсіп бірдеңе болған кезде ол жазар еді да мысалға қаңтар, желтоқсан деп. Міндетті түрде қаңтар, желтоқсан деп жазу керек. Сосын кейбіреулер айтады, осылай тек характеристика тұрады да февральда ойнатады. Уже февральда ойнатса, қаңтар, желтоқсан болмайды негізі. Ақпан, желтоқсан болу керек. Немесе келісім шартқа қол қойған күннен бастап осындай деу керек. Кейбіреулер январда емес, февраль, мартта ойнатады, бірақ услуг январь, декабрь деп тұрады енді. Ол қаншалықты нарушение екенін білмеймін, жалпы мына жерде енді желательно до 31 деп қоймаңыздар. Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 31 желтоқсанға дейін. Бұны енді көбісі білет, бірақ қандай асығыстық салдарынан енді мән бермейді. Мен өзімде де сондай көп қателіктер болған екен. Өзімді алтынға темегейін. Жалпы сол мен YouTube каналыма Маки Куки деп мынандай жерге жазсаңыздар YouTubeға. Маки Куки английский, без правил, без ничего. Өзімнің каналым шығады. Осы видеоға басасыздар, видеоның ішіне бүткіл видеоларды сіздер үшін салдым енді. Қандай сұрақ туындаса, сол сұрақтара бойынша мысалға тендер, специфика кейбірде дұрыс жазбай кетесіздер ғой. Сол спецификаны өзгерту, барлықтарын енді қолдан келгенше салып жатырмын. Өзімнің басымда не өтеді, қандай жұмыстар жасаймын, соны сіздермен бөлісіп жатырмын. Назарларыңызға көп рахмет. Егер подписка жасамаған болсаңыздар, каналға подписка жасап қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.